Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тағы да осы доллар гүлі туралы айтатын боламыз. Осы видеода мен доллар гүлін қалай өсіріп, көп өскін шығару керек болса, оған не жасаймыз, сол туралы айтатын боламын. Қазір көктем мезгілі, біз жақсы білеміз. Біз барлық гүлдерімізді қайта егіп, топырағын ауыстырсақ болады. Және де қыстан шыққан гүлдерге дәрумендер беруіміз керек. Біз өзімізде қыстан шыққасын дәрумендер ішіп, иммунитетімізді көтеріп жатамыз ғой. Сондай сияқты гүлдердің иммунитетін көтеру үшін көптеген гүлдерге витаминдер беруіміз керек. Негізі доллар гүлі жай өседі, ал оған түрлі дәрумендер беріп, өсуін жақсартсақ болады. Енді осы маған сыйлыққа келген гүлді қазір біз егетін боламыз. Міндетті түрде жаңадан сатып алынған болсын, сыйланған болсын, гүлдердің барлығын біз көне топырағынан ажыратып, жаңа қайта әдемі топыраққа егуіміз керек. Топырақ тамырына су өткізетін, өте жеңіл, және де топыраққа су тұрып қалмайтын болу керек. Егерде топырақ ұзақ ылғал болып тұратын болса, онда ол гүлдің тамырын шіруіне әкеліп соғады. Енді біз бірінші бұл гүлді топырағынан ажыратып аламыз. Гүлдің тамырын қараймыз. Тамыры шіріген ба, әлде таза ма? Егерде шіріген тамыры болса, оның барлығын алып тастаймыз. Сөйтіп, гүлді қайтадан егетін боламыз. Енді бұл көбінесе доллар гүлі бізге келгенде тамыры үлкен болып өсіп, мынау ыдысының формасын өзгертіп жібереді. Сосын оны шығару өте қиын болады. Ал кейбір осындай ыдыста отырған гүлдердің ыдысын қиып алуымызға тура келеді. Ал мына ыдыстағы гүлдің тамыры ондай қатты үлкеймеген, ыдысынан оп-оңай шықты. Доллар гүлі болсын, басқа гүлдер болсын, оның тамыры неге шірейді? Бірінші, топырағы дұрыс болмағандықтан, екіншіден ыдысы үлкен болып, сол топырағы дұрыс болмай, үлкен ыдыстағы отырған гүлдің топырағы уақытында кеуіп болмай, ұзақ ылғал болып тұрғаннан кейін барып, ол гүлдің тамыры шірейді. Сосын арман қарай енді өздеріңіз білесіздер гүлге не болатынын. Міне мынау гүлдің картошкасы өте әдемі екен, әппақ, шірімеген. Осындай картошка болады, сол картошкадан жан-жағына тамырлар өседі. Бұл жерде 4 бөлікке бөлінді бұл доллар гүлі. Қазір жақсылап тамырын жуып әкелемін. Сосын барып арман қарай шіріген тамырлары болса, оны алып тастаймыз. Міне енді тамырын мен жуып әкелдім. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Тамырлары өте жақсы, картошкасы да өте жақсы екен. Енді бұл гүлдің арасында кішкене ғана міне мынандай жаңа өскендерін мен жаңа жуып жатып түсіріп алдым. Оны қайттан егетін боламыз, лақтырып тастамаймыз. Бір жапырағы да түсіп қалды, оны да егіп қоямыз. Міне мен енді өзінің ыдысынан сәл-пәл үлкендеу ыдыс алдым. Асты ұзындау, шұңғылдау келген. Өткен мен бір видеомды көрсеңіздер, мен осы доллар гүліне қандай топырақ жасаймыз деп, топырақтың оған не қосамыз, сол туралы видеоролик түсіргенмін. Мынау сол топырақ. Қазір осы топыраққа біз осы доллар гүлін отырғызатын боламыз. Енді біздің қазір топырағымыз құрғап тұр ғой. Енді осы топырағымызды кішкене ылғалдап алу үшін бізге тұнған жылы су керек. Сосын арман қарай бізге дәрумен керек. Бұл гүлді бірден дәруменді топыраққа отырғызатын боламыз. Бұл менің алып жатқаным спирулина. Спирулина барлық аптекаларда бар, бірақ бұны мен аптекадан алған жоқпын. Бұл кәдімгі бір компаниялардың спирулинасы. Бұны өзіміз ішеміз. Міне бұны өте қасықпен ұнтау қиындау, сондықтан да шамалы қатты затпен ұнтап алдым. Енді міне біздің суымыздың түсі жасыл болды. Қазір осы сумен біз топырағымызды ылғалдайтын боламыз. Сөйтіп, гүлімізді сол топыраққа отырғызамыз. Біздің топырағымыз неғұрлым құнарлы болса, гүліміздің тамырда соншалықты жақсы өсетін болады. Мынау агробальтпен жасалынған топырақ. Бұл агробальтты
су тұрмайды. Мен өткендегі видеомда айттым. Су бірден ыдысына ағып кетеді. Сосын су бірден ыдысына ағып кеткеннен кейін гүлдің тамыры сол ағып кеткен суды өзіне керегін қайттан тартып алады. Жарты сағат қоямыз сол суда, қалған суын төгіп тастаймыз. Енді бұл ыдысқа мен гүлдің тек ірі картошкасы бар 3 түпті ғана отырғызамын. Қалған енді өскіндері енді шығып келе жатқан кішкентай чейнегін оны басқа кішкентай ыдысқа отырғызамын. Міне гүлді осылай отырғызамыз. Тамыры өте қатты тереңге отырғызылмау керек. Сәл-пәл жаңағы топырақтың бетінде тұру керек тамыры. Сосын ол тамырдың арасына мына топырақтардың барлығы кіру үшін біз жаңағыдай қылып мынау ыдысымызды кішкене соққылап ұрамыз. Сол кезде жаңағы тамырлардың арасына біздің топырағымыз өтетін болады. Міне енді гүлімізді егіп болдық. Оған кішкене ғана тағы да судан құйып қоямыз. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, жаңағы менің құйған суым бірден гүлдің табақшасына ағып кетті. Міне негізі гүлдің топырағы осындай болу керек, жеңіл. Құйған суымыз бірден табақшасына ағып кету керек. Біз бұл гүлді өсіруде көптеген қателіктер жіберіп жатамыз. Сол қателіктердің арқасында гүлдеріміздің тамыры шіріп, өспей жатады. Бір гүл өсірсең де әдемі өсір деген қағидамен гүлді сатып алып өсіру үшін біз оған қандай топырақ керек, ол гүл қандай жерде тұру керек, ылғалды жақсы көре ма, немесе құрғақты жақсы көре ма, қандай дәруменді ұнатады, осының барлығын біліп алуымыз керек. Егер гүліңіз өспей жатса, онда орнын өзгертіп көріңіз. Мен көп көремін, кейбір гүлдер оң жақтағы терезенің алдында тұрады. Кейбір үйлерде кетіп бара жатқанда терезелеріне қараймын, мынандай гүлдер тұрған терезелерге. Сол кезде ол гүлдердің оңтүстік терезелерде тұрғанын көрем. Дәл күннің қатты түсетін жағында тұрады. Оның содан жапырақтары бозарып, күннің тікелей көзінен өздерін ыңғайсыз сезініп тұрады гүлдер. Сондықтан да гүлді не батыс, не шығыс терезеге қою керек. Ол батыс терезеге қойсаңыздар, күннің қайтуы ол өте қатты болмайды. Қайту күннің ыстығы. Сосын шығыста да енді шығып келе жатқан гүлдің ыстығы да ондай қатты болмайды. Ал оңтүстік жақтағы терезеде ол нағыз күннің ең ысытып тұрған кездегі мынау сәулесі гүлдердің жапырақтарын күйдіріп жіберуі мүмкін. Сондықтан да гүлдеріңізді қандай терезеге қою керек, соған мұқият болыңыздар. Міне енді мынау майда енді өсіп келе жатқан өскіндерін осылай кішкене ыдысқа отырғызып жатырмын. Енді мен айтып кетейін деп отырғаным, менде агробальт топырақ бар. Біраз осы желіден көрген қыздар тапсырыс беріп менен алды. Мен почта арқылы барлығына салып жіберіп отырмын. Сіздерде егерде осындай топырақ керек болса, менің WhatsApp номеріма шықсаңыздар, мен сіздерге почта арқылы осы топырақты салып жібере аламын. Сосын сіздер гүлдеріңізге осындай жақсы, құнарлы, өте жұмсақ, жеңіл топырақ жасап, гүлдеріңізді жақсы өсірсеңіздер болады. Менің осы видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Қолдарыңызда үйде қандай дәрумен бар, жарамдылық мерзімі өтіп кетсе де, осы үйдің гүлдеріне пайдалана беруге болады. Мысалға, кейбір дәрумендердің ампуласы 1 мл болады ғой, соны 1 литр тұнған жылы суға құйып гүлдеріңізге бере берсеңіздер болады. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.